9 ай бұрын күйеуім мен шаршадым, өзім үшін өмір сүргім келеді деп кетіп қалған еді. Ал бүгін ол қайта келді. Қолында чемодан, жанында анасы. Біз келдік, деді ол ештеңе сұрамастан. Бірақ ол бұл үйдің де менің де баяғыдай емес екенімізді байқамады. 16 жыл бойы үндемей бәріне шыдап келген Айгүл баяғыда жоғалып кеткен. Нұрлан есікті тарс шауып кеткен күні қазір оның алдында мүлде басқа әйел тұр. Енді ол өткен өмірін қайта елестете де алмайды. Тіпті олардың барар жері болмаса да, тіпті жалынса да, әсіресе жалынса да. Мен ұзақ уақыт бәрін құтқаруға тырыстым, ал енді өз өмірімді өзім таңдаймын. Армысыздар, қадірлі көрермен. Арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте әсерлі оқиғаны ұсынамын. Әңгіме басталмас бұрын лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Айгүл 5-ші қабаттағы пәтерінің терезесінің алдында үнсіз тұрды. Күннің соңғы сәулесі қала үстіне жайылып, шатырларды алтын түске бояп тұрғандай. Қолындағы шәй да суып кеткен. Сол сәтте үстел үстіндегі телефоны дір етті. Хабарлама Ершаннан келген. Ертең сағат 9-да барамын, кездесуді күтемін. Айгүл еріксіз күлімсіреп қойды. Бірақ дәл сол кезде есік қоңырауы қатты шырылдады. Ол селк етті. Көзімен сығалап қараған еді, сол мезетте жүрегі зу ете қалды. Есіктің алдында Нұрлан тұр. Күйеуі. Жоқ, бұрынғы күйеуі. Осыдан 9 ай бұрын. Мен өзім үшін өмір сүргім келеді, сенен шаршадым деп кетіп қалған сол адам. Айгүл, мен қайтып келдім. Анам да менімен бірге, деді ол сенімді даусымен. Айгүл үнсіз барып есікті ашты. Нұрлан екі үлкен чемоданды көтеріп тұр. Ал арт жағында анасы Күләш апай. Қабағы қатулы. Біз келдік, деді Нұрлан. Сөйтті де рұқсат күтпестен чемодандарын ішке кіргізе бастады. Анам кішкентай бөлмеде тұрады, ал біз екеуміз. Ол кенет тоқтап қалды. Пәтері мүлде өзгеріп кеткен. Баяғы ескі диван жоқ, орнында жаңа әдемі жиһаз. Қабырғада жаңа суреттер ілулі тұр. Үйдің іші таптаза, жинақы. Ал ең бастысы, үстелдің үстінде ер адамның күртесі жатыр. Жанында ноутбук. Нұрланның жүзі бірден өзгеріп кетті. Бұл не? Даусы дірілдегендей шықты. Мынау кімнің заттары? Нұрлан үстел үстіндегі күртеге қарап ойланып қалды. Бұл кімнің киімі? Даусы баяулай бастады. Бірақ ішінде ашу қайнап тұрғаны байқалып тұр. Күләш апай да үй ішін сынай қарап өтті. Айгүл, сен мүлде өзгеріп кетіпсің ғой, деді ол қабағын түйіп. Үйдің де бұрынғы жылуы жоқ екен. Айгүл үндемеді. Ол есік жақта тұрып, екеуіне салқын көзбен қарап тұрды. Баяғы Айгүл болса, дәл қазір абыржып ақталып әлек болар еді. Ал қазіргі Айгүлдің ішінде мүлде басқа сезім бар. Тыныштық, сенімділік және шаршаған адамның соңғы нүктесі. Тоқтаңыздар, деді ол жай ғана. Бірақ оның даусы соншалықты нық шыққандықтан екеуі де үнсіз қалды. Күләш апай, сіздің бұл үйде бөлмеңіз жоқ. Сосын Нұрланға қарады. Ал сенің бұл жерде енді үйің жоқ. Нұрлан аң-таң болып қалды. Айгүл, мен түсінемін, сен маған ренжіп тұрсың, бірақ біз отбасымыз ғой. Мен қателестім, енді бәрі бұрынғыдай болады. Айгүл күліп жіберді. Бірақ ол күлгіде мейірімнің ізі де жоқ еді. Ол жайлап барып креслоға отырды да аяғын айқастырып алды. Сол сәтте Нұрлан өзін бұл үйдің иесі емес, бөтен адам сияқты сезінді. Шақырылмаған қонақ сияқты. Айгүл, жетер енді, деді Күләш апай шыдамай. Балам үйіне қайтып келді, сен әйел ретінде оны қабылдауың керек. Айгүл оған ұзақ қарап қалды. Сол көзқарастан кейін Күләш апайдың өзі де ыңғайсызданып кетті. Мен сіздің ұлыңыздың әйелі болуды 9 ай бұрын тоқтаттым, деді Айгүл сабырлы үнмен. Ол осы үйден шығып кеткен күні бәрі біткен. Бөлме іші үнсіз қалды. Сондықтан қазір екеуіңізден де кетулеріңізді сұраймын. Нұрлан бір қадам алға шықты. Айгүл, тыңдашы, менің баратын жерім жоқ. Айгүлдің жүзі өзгермеді. Ал менде болды ма? Сен кетіп қалған күні?
Айгүлдің осы сөзінен кейін Нұрлан үнсіз қалды. Бөлме іші ауыр тыныштық. Күләш апай бірінші болып тіл қатты. Сонда шынымен бізді қуып шығайын деп тұрсың ба? Айгүл оған тіке қарап, мен ешкімді қуып жатқан жоқпын. Бұл менің үйім, ал сіздер бұл жерге рұқсатсыз кірдіңіздер. Нұрлан терең күрсінді. Айгүл, мен бәрін түсіндім, бірақ мен қателестім. Диана да бәрі бекер болды. Айгүлдің көзі бірден суып кетті. Демек, мәселе сонда ғой. Нұрлан үнсіз басын төмен сүріп, Айгүл болса ащы жымиып қойды. Ол сені тастап кетті ме? Күләш апай да мазасызданып кетті. Оның саған қатысы жоқ, деді ашуланып. Нұрлан отбасына қайтуды өзі шешті. Рас па? Деді Айгүл баяу ғана. Сосын Нұрланға қарап, әлде басқа малың қалмады ма? Нұрлан үндемеді. Оның үнсіздігі бәрін айтып тұрғандай. Айгүл орнынан баяу тұрды. Мен сендердің суреттеріңді көрдім, деді сабырлы үнмен. Бақытты болып жүрген едіңдер ғой, қыдырып, күліп. Нұрлан көзін тайдырып қарай алмады. Ал енді не болды? Біраз уақыттан кейін ол әрең сөйледі. Біз айырылысып кеттік. Неге? Нұрлан жұтынып алды. Ол басқа адамды кездестірді. Айгүл басын изеді. Түсінікті. Күләш апай сөзге араласты. Бірақ Нұрлан бәрін түсінді. Ол саған қайта оралды. Айгүл осы жолы шынымен күліп жіберді. Маған қайта оралды ма? Жоқ, Күләш апай. Ол жай ғана ыңғайлы жерді іздеп келді. Бөлменің іші тағы да үнсіз қалды. Сен неге бұлай қатыгез болып кеткенсің, деді Нұрлан ренішпен. Баяғы Айгүл мүлде басқа еді. Иә, деді Айгүл оның сөзін бөліп. Баяғы Айгүл сен кеткен күні өлді. Ол есікке барып ашып қойды. Болды, кетіңдер енді. Нұрлан орнынан қозғалмады. Айгүл, өтінем. Жоқ. Бізге тым болмаса бір күнге қалуға рұқсат берші. Жоқ, бізде ақша жоқ. Айгүлдің жанары мұздай болып кетті. Ал сен кеткен кезде менің қандай күйде қалғаным есіңде ме? Нұрлан үндемеді. Сондықтан енді бұл сенің мәселең, менің емес. Нұрлан ауыр күрсініп, чемоданның тұтқасынан ұстады. Ол дәл қазір алғаш рет шындықты түсінгендей еді. Бұл үйде оны ешкім күтпеген. Айгүл де, баяғы өмірі де. Күләш апай болса ашудан дірілдеп тұрды. Сен кейін қатты өкінесің, деді ол даусын көтеріп. Күйеуіңді далада қалдырғаның үшін Құдай жазалайды. Айгүл сабырлы түрде оған қарап, мені ешкім далада қалдырған жоқ па еді? Күләш апай үндемей қалды. 16 жыл бойы үндемедім. Сіздердің барлық сөздеріңізге шыдадым. Өзімді кінәлі сезініп жүрдім. Бірақ енді жеткілікті. Нұрлан чемодандарын көтеріп, есікке қарай беттеді. Бірақ табалдырықтан шығарда тоқтап қалды. Егер бір күні ойың өзгерсе, мен сені күтемін. Айгүл басын шайқады. Жоқ, күтпе. Нұрлан оның жүзіне соңғы рет қарады. Бәлкім, дәл сол сәтте ол ең үлкен қателігін түсінген болар. Бірақ тым кеш еді. Есік жабылды. Айгүл есікке сүйеніп көзін жұмды. Қолдары дірілдеп тұр. Жүрегі де қатты соғып кеткен. Бірақ ішінде бұрын соңды болмаған бір сезім бар. Ол жеңілдік. Ақыры ол ішіндегі бар сөзін айтты. Ақыры үндемей қалмады. Сол кезде телефоны тағы да дір етті. Хабарлама Ержаннан келген. Бәрі дұрыс па? Дауыс естілгендей болды. Айгүл еріксіз жымиып қойды. Ержан жоғары қабатта тұратын. Соңғы 2 айда олар жиі араласа бастаған. Айгүл телефонға қысқа ғана жауап жазды. Бәрі жақсы. Ескі мәселелерді бір жола жаптым. Бірнеше секундтан кейін тағы жауап келді. Ертең таңғы асқа күтемін. Айгүл пәтердің ішіне көз жүгіртті. Өзінің үйі, өз тыныштығы, өзінің өмірі. Және ол алғаш рет өзін шын мәнінде еркін сезінді. Арада бір апта өтті. Айгүл бар уақытын жұмысқа арнады. 90-ның соңы болғандықтан жұмыс өте көп еді. Есептер, тексерістер, жиналыстар,
Бірақ бұл жолы ол шаршаса да өзін әлсіз сезінбеді. Керісінше, жұмыс оған сенімділік беретін, тұрақтылық беретін. Келесі күні таңертең ержан бәрін білді. Ол уәде етілген таңғы асқа келген еді. Айгүл оған кешегі жағдайды түгел айтып берді. Ержан үндемей тыңдап отырды. Тек анда-санда басын изеп қояды. Айгүл сөзін аяқтағанда ғана ол жай дауыспен «Сен дұрыс жасадың» деді. Айгүл оған қарады. Шынымен бе? Әрине, кейбір адамдарға екінші мүмкіндік беру, өзіңді қайтадан құрбан ету деген сөз. Айгүл үнсіз кофе құйып берді. Біраздан кейін баяу ғана: бір қызығы, мен Нұрланға мүлде жаным ашымай қалдым. Бұрын болса оны көргенде жылап жіберер едім. Ал қазір маған бәрібір. Ержан күлімсіреді. Бұл жазылып келе жатқаныңның белгісі. Ол Айгүлдің көзіне тік қарады. Сен қатты өзгердің, және жақсы жаққа. Бұл сөз Айгүлдің жүрегіне жылы тиді. Өйткені Нұрлан оған ешқашан бұлай айтпаған. Ол Айгүлдің жасағанының бәрін қалыпты нәрсе сияқты қабылдайтын. Қамқорлығын да, еңбегін де, құрбандығын да. Жұма кешінде Айгүлге ұлы Алихан хабарласты. Дауысы біртүрлі салмақты естілді. Анашым, әкем маған қоңырау шалды. Айгүл бәрін бірден түсінді. Не деді? Сен оларды далаға қуып шықты деді. Өзгеріп кетіпті деді. Қатал болыпсың. Айгүл ауыр күрсінді. Әрине, Нұрлан өзін жәбірленуші етіп көрсеткісі келеді. Бірақ Алихан бірден сөзін жалғастырды. Мен оған сенбедім. Айгүл үнсіз қалды. Мен оған бәрін өзің бүлдірдің дедім. Анамды сен жылаттың дедім. Егер анам болмағанда, мен сенімен мүлде араласпас едім дедім. Айгүлдің көзіне еріксіз жас келді. Алихан, мен бәрін көрдім ғой, мама. Сенің қалай қиналғаныңды көрдім. Оның қайта келуге ешқандай хақы жоқ. Айгүл тамағына бір нәрсе тығылып қалғандай сезінді. Ұлының оны түсінгені жүрегіне ерекше жылу берді. Рахмет жаным. Әрқашан сенің жағындамын, анашым. Сәл үнсіздіктен кейін Алихан күліп жіберді. Айтпақшы, әкем сенің өміріңде біреу бар деді. Айгүл жымиып, иә, шын ба? Оның аты Ержан, заңгер. Жақсы адам ба? Айгүл ойланып барып жауап берді. Өте жақсы адам. Телефонның ар жағында Алиханның күлкісі естілді. Онда жақсы, ең басы сені бағаласын, әйтпесе өзім сөйлесемін. Айгүл күліп жіберді. Сол сәтте ол бір нәрсені анық түсінгендей. Енді жалғыз емес. Уақыт өте келе Айгүлдің өмірі бір қалыпқа түсе бастады. Жұмыс, Ержанмен кездесулер, ұлымен анда-санда сөйлесу. Ал Нұрлан, ол әлі де кейде хабарласып қоятын, хабарламалар жазатын, қоңырау шалатын. Бірақ Айгүл жауап бермейтін. Бір күні тіпті ол үйдің алдында күтіп тұрған. Айгүл такси шақырып жатқанда алдынан шыға келді. Айгүл, маған сенімен сөйлесу керек. Айгүл тоқтамады. Бұл маңызды, Алиханға қатысты. Сол кезде ғана ол артына бұрылды. Егер шынымен ұлымызға қатысты болса, хабарлама жаз, оқимын. Ал егер емес болса, Айгүлдің жүзі суып кетті. Онда уақытымды алма. Бір сағаттан кейін хабарлама келді. Мен Алиханмен араласқым келеді, бірақ ол менен қашады. Онымен сөйлесші, мен оның әкесімін. Айгүл қысқа ғана жауап берді. Алихан ересек адам, кіммен араласатынын өзі шешеді. Сен оның сенімінен өзің айырылдың. Осыдан кейін Нұрлан біраз уақытқа жоғалып кетті. Ал Айгүл болса өмірін жалғастыра берді. Бір күні жұмыста оған күтпеген ұсыныс түсті. Жаңа филиалға қаржы директор қызметі. Жалақысы 2 есе жоғары, бірақ бір шарт бар. Басқа қалаға көшу керек. Сол кеште Айгүл бұл туралы Ержанға айтты. Олар кешкі ас ішіп отырған. Ержан біраз ойланып, бұл сен үшін үлкен мүмкіндік деді ақырында. Бірақ біздің арамыз алыстайды. Айгүл оның қолын ұстап алды. Мен әлі шешім қабылдаған жоқпын. Ержан бірден басын шайқады. Жоқ, мен үшін бас тартушы болма. Айгүл таңырқап оған қарады. Ержан, егер бұл сенің өсуіңе көмектессе, баруың керек.
қалғанын бірге шешеміз. Айгүл сол сәтте тағы бір нәрсе түсінді. Нағыз жақсы көретін адам сені тоқтатпайды, қанатыңды қимайды, керісінше ұшуыңа көмектеседі. Келесі күні Айгүл бұл жаңалықты Алиханға айтты. Ұлы бірден қуанып кетті. Мама, бұл керемет қой. Бірақ басқа қала. Ендеше мен бала емеспін ғой. Сен қанша жыл біз үшін өмір сүрдің, енді өзің үшін өмір сүретін уақыт келді. Айгүл үнсіз жымиып қойды. Ал Ержан ше? Егер ол шынымен жақсы адам болса, бәріне шыдайды. Сол сөздерден кейін Айгүл шешім қабылдады. 3 күннен соң ол жаңа қызметке келісімін берді. Көшуге 2 ай уақыт қалған еді. Айгүл баяу-баяу заттарын жинай бастады. Ескі өмірімен қоштасуға дайындала бастады. Күндер өте берді. Айгүл көшуге дайындалып жүрді. Пәтердегі артық заттарды сұрыптады. Бәрін сатты, бәрін таратты. Ал пәтердің өзін сатпауға шешім қабылдады. Жалға берді. Бұл әрі табыс, әрі қажет болса қайта оралатын орын болмақ. Өмірі біртіндеп жаңа арнаға түсе бастағандай еді. Бірақ өткен шақ еске салмай кетпеді. Қарашаның суық кеші болады. Көшуге 3 апта қалған. Айгүл жұмыстан қатты шаршап қайтып келе жатқан. Күні бойы жиналыс, есеп, тексеріс. Қазір оның бар арманы ыстық шай мен тыныштық еді. Лифттен шығып келе жатып, есігінің алдында отырған адамды көрді. Нұрлан. Ол қабырғаға сүйеніп отыр екен. Сақалы өсіп кеткен, киімі мыжылған, жүзі шаршаған, көзі бұрынғыдай сенімді емес. Айгүлді көргенде орнынан әрең тұрды. Айгүл, кетіп қалмашы, маған сөйлесу керек. Дауысы қарлығып шықты. Айгүл есікке жақындағанымен кілтін шығармады. 3 минутыңыз бар. Нұрлан бетін сипап өтті. Қолдарының дірілдеп тұрғаны байқалды. Мені жұмыс таптым. Айгүл үндемеді. Құрылыс дүкенінде менеджермін, ақшасы аз, бірақ күн көруге жетеді. Анам да жұмысқа шықты. Құтты болсын, деді Айгүл салқын ғана. Айгүл, мен сенің қызметің көтерілгенін естідім, басқа қалаға кеткелі жатыр екенсің. Иә, сонымен. Нұрлан біраз үндемей тұрды, сосын төмен қарап. Мен бәрін түсіндім, деді. Мен сенің қадіріңді тым кеш білдім. Айгүл оның жүзіне үнсіз қарап тұрды. Бір кездері осы сөздерді есту үшін бәріне дайын еді, ал қазір ештеңе сезбеді. Тек іштей әлсіз өкініш бар. Босқа кеткен жылдарға деген өкініш. Айгүл, мен шынымен өкінемін. Саған қалай қарағаным үшін, анамның сөзіне ергенім үшін, отбасымды бұзғаным үшін. Айгүл баяу басын изеді. Мен саған сенемін. Нұрлан үміттеніп басын көтерді, бірақ келесі сөз оны қайта сөндіріп жіберді. Бірақ бұл ештеңені өзгертпейді. Айгүл, сен 9 ай бұрын таңдауды жасадың, жас әйелді таңдадың, еркін өмірді таңдадың, бізден бас тарттың. Нұрлан бір қадам жақындады. Мен ақымақ болдым. Иә, болдың. Айгүлдің дауысы тыныш еді, бірақ өте нық. Ал қазір сен мені емес, жоғалтқан дүниеңді қайтарғың келеді. Нұрлан үндемей қалды. Сен бұрынғы Айгүлді сүйген жоқсың, саған ыңғайлы әйел керек болды. Үндемейтін, кешіре салатын, барлығына шыдайтын. Айгүл есіктің кілтін қолына алды. Бірақ ол әйел енді жоқ. Нұрланның жүзі өзгеріп кетті. Соңғы үмітінен айырылған адам сияқты үнсіз тұрды. Бірақ кенет оның дауысы қатайып шыға келді. Ал анау Ержан ше? Айгүл де қабағын көтерді. Оған не болыпты? Ол періште ме сонда? Ешқашан қателеспей ме? Әлде сен жай ғана ақшасы бар адам тауып алдың ба? Айгүл ащы күлді. Міне, шын Нұрлан қайдан шықты? Біраз ғана уақытқа өкініп жүрген адам сияқты болып көрініпті. Ал шын мәнінде ішіндегі баяғы реніш пен эгосы бар адам еді. Ержан мені сыйлайды, деді Айгүл сабырлы түрде. Ол мені бақылауға тырыспайды, менің таңдауымды құрметтейді. Нұрлан үндемеді. Тіпті мен басқа қалаға кететінімді айтқанда ол мені тоқтатпады, қайта қолдады. Айгүл Нұрланға тіке қарады. Ал сен не істер едің? Мені кінәлар едің, өзіңді құрбан етіп көрсетер едің, немесе манипуляция жасар едің. Нұрланның жүзі бозарып кетті. Өйткені бұл шындық. Бөлменің іші біраз уақыт үнсіз қалды. Сосын Нұрлан шаршаған дауыспен: демек, бәрі бітті ғой, деді. Иә, маған мүлде енді мүмкіндік жоқ па?
Айгүл басын шайқады. Жоқ, ол есікті ашты. Мен жаңа өмірге кетіп бара жатырмын. Ал сен өткен өмірімде қалдың. Нұрланның көзінде ашу аралас өкініш. Бір күні өкінесің деді баяу. Ержанды тастап кетсе, жалғыз қалсаң, сол кезде мені есіңе аласың. Айгүл оған ұзақ қарап тұрды. Сосын жай ғана күлімсіреп, ең қызығы не білесің бе? Нұрлан үндемеді. Тіпті бәрі сен айтқандай болса да, мен бәрібір өкінбеймін. Ол баяу демалды. Себебі жалғыздық өзін бағаламайтын адаммен өмір сүргеннен әлдеқайда жақсы. Нұрлан тағы да үнсіз қалды. Айгүл ішке кіріп есікті жапты. Сол сәтте оның жүрегінде бір нәрсе бір жол аяқталғандай болды. Бұрынғы өмірі, бұрынғы қорқынышы, бұрынғы Айгүл бәрі артта қалған еді. Арада 2 апта өте шықты. Айгүлдің пәтері қораптарға толып кетті. Қабырғадағы суреттер алынды, сөрелер босады, баяғы өмірдің ізі біртіндеп жоғалып бара жатқандай. Сол кеште Ержан оған заттарды жинасуға көмектесіп жүрген. Екеуі соңғы қораптарды жауып жатқан. Білемісің, деді Ержан күлімсіреп. Сенің орныңда көп адам батылы жетпей, баяғы өмірінде қалып қояр еді. Айгүл үнсіз жымиып, менде таңдау болмады. Болды. Айгүл оған қарады. Не дейсің? Сенің әрдайым таңдауың болды. Тек бір күні өзіңді таңдадың. Бұл сөз Айгүлдің жүрегіне ерекше тиді. Өйткені бұрын ол үнемі біреу үшін өмір сүріп келген. Күйеуі үшін, отбасы үшін, бәрі үшін, тек өзі үшін емес. Кешке Алихан хабарласты. Мама, ертең келемін, көшуге көмектесемін. Жарайды жаным. Қасымда Мадина болады. Сенімен танысқысы келеді. Айгүл күлді. Олдың өмірінде біреудің болғанына іші жылып келеді. Күтемін. Бірақ Алиханның даусы кенет байсалданып кетті. Айтпақшы, әкем тағы хабарласты. Айгүл көзін жұмып алды. Не деді? Сені тоқтат деді, әлі кеш емес, кейін өкінеді екенсің. Айгүл баяу ғана күлімсіреп, бұрын сондай сөздерді оны әлсіретер еді, ал қазір бұл енді оның мәселесі, деді ол сабырмен. Мен де солай дедім, деді Алихан. Мама, сен бақытты болуға лайықсың. Айгүлдің көзіне жас келді. Рахмет, жаным. Келесі күні көшуге арналған көлік келді. Қораптар сыртқа тасылып жатты. Алихан мен Мадина көмектесіп жүр. Ержан бәрін бақылап, жүк дұрыс тиелгенін тексеруде. Соңғы қорап салынған кезде Айгүл бір сәт подъезге қарап ойланып қалды. Есіктің алдында Нұрлан мен Күләш апай тұр екен. Екеуі де қатты өзгеріп кеткен. Күләш апай жүдеп кетіпті. Ал Нұрланның үстіндегі ескі күртесі оның өмірінің қалай өзгергенін үнсіз айтып тұрғандай. Шынымен кетіп барасың ба? Деді Нұрлан баяу ғана. Бұл жолы оның дауысында ашу жоқ еді, тек қана шаршау. Айгүл басын изеді. Иә. Нұрлан біраз үнсіз тұрып, сосын ауыр жұтынып, мен қоштасқым келеді деді. Және саған бақыт тілеймін. Айгүл оның көзіне қарады. Бәлкім алғаш рет Нұрлан шынымен бәрін түсінген шығар. Бірақ кейбір түсініктер тым кеш келеді. Рахмет, деді Айгүл жай ғана. Сіздерге де өз жолдарыңызды табуға тілектеспін. Ол бұрылып көлікке қарай жүрді. Алихан анасының иығынан құшақтап, Ержан көліктің есігін ашып тұр. Мадина болса алыстан күлімсіреп қол бұлғады. Айгүл, деп алыстан дауыстады Нұрлан. Айгүл тоқтап артына қарады. Мен сені бір кезде шынымен жақсы көрдім. Айгүл біраз үнсіз тұрды, сосын жай ғана. Сыйластық жоқ жерде махаббат та болмайды. Ол жай ғана әдет болады, ал әдеттен арылуға болады. Осылайша ол көлікке отырды. Машина баяу қозғала бастады. Терезеден қала алыстап бара жатты. Өткен өмір де бірге қалып бара жатқандай. Ержан оның қолынан жайлап ұстап, қалың қалай? Айгүл терең дем алды, жымиып. Барлығы жақсы. Шынымен жақсы. Көп жылдан кейін алғаш рет өзімді еркін сезініп тұрмын. Айгүл терезеден сыртқа қарап үнсіз отырды. Осы көшелерде оның жастығы өткен. Осы қалада ол сүйді, күтті. Жылады, сынды және қайта тірілді. Көлік трассаға шыққанда Ержан оның қолын ақырын қысып қойды. Қорқып отырсың ба? Айгүл сәл ойланып қалды. Аздап. Бұл қалыпты нәрсе. Айгүл жымиып қойды. Бұрын ол белгісіздіктен қорқатын, ал қазір керісінше сол белгісіздік оған үміт сияқты көрінді.
Кешке олар жол бойындағы шағын қонақ үйге тоқтады. Алихан мен Мадина бөлек бөлмеге кіріп кеткен. Ержан да заттарын орналастыруға шығып кетті. Айгүл балконға шығып қолына ыстық шәй алды. Түн тыныш еді. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұр. Сол сәтте телефонына хабарлама келді. Құрбысы Гүлнұрдан. Ескі құрбысы. Айгүл, мен сені қатты сыйлаймын. Көп әйелдер жылдар бойы батылы жетпейтін нәрсені сен істедің, өзіңді таңдадың. Бұл эгоизм емес, бұл даналық. Айгүл хабарламаны бірнеше рет қайта оқыды. Бір кезде өз ойын айтуға қорқатын әйел енді біреуге үлгі болып отыр. Қызық екен. Сол кезде көрші балконнан Ержан шықты. Тоңып қалған жоқсың ба? Жоқ. Айгүл оған қарап жымиып қойды. Ішім жылы. Ержан да күлімсіреді. Ертең түске дейін жаңа қалаға жетеміз, жаңа өмірге, деді Айгүл баяу. Жоқ, деді Ержан басын шайқап. Өзіңнің шынайы өміріңе. Айгүл тағы да үнсіз қалды. Мүмкін ол дұрыс айтатын шығар. Мүмкін мықты Айгүл әрдайым оның ішінде болған. Тек бір күні оны оятуға мәжбүр етті. Айгүл аспанға қарап терең дем алды. Бір жерде Нұрлан өткен өмірін ойлап жатқан шығар. Күләш апай да жасаған қателіктеріне өкініп отырған болар. Бірақ бұл енді Айгүлдің мәселесі емес. Өйткені ол ақыры бір маңызды нәрсені түсінді. Өзіңді жоғалтып алған махаббат емес. Ал өзіңді таңдаудан ешқашан ұялмау керек. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.